Бәріне сәлем, құрметті достар. Бүгінгі видеода қуық ауруын дәрісіз қалай емдейміз, сол туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз, өйткені сіздің денсаулығыңыз үшін маңызды. Қуық ауруының белгілері: науқас адам кіші дәретке жиі отырады, отырған сайын қуығының басы ауырады, кейде дәретке қанның пайда болуы байқалады. Ол ауруының асқынуына байланысты. Іштен төменгі тұс ауыра түседі, қызу көтерілуі мүмкін. Үй жағдайындағы әдістер: бірінші, екпетінен жатуға болады, сол кезде сәл ауырғаны басылады. Келесі, жылу пешке үйіңіздегі 10-15 минут аяқты басып жатасыз. Ендігі әдіс, ол аяғыңызды ыссы суға тазикке салып отыру. Сосын келесі әдіс, баклажка ыстық су құясыз, сосын соған отырып аяғыңызды басасыз 10-15 минут. Соңғы әдіс ол марганцовка. Марганцовканы алдын ала дайындап аласыз, бөлек ыдысқа ертіп аласыз. Сосын тазикке жылы су құйып, дайындаған марганцовка құямыз. Соған отырамыз 10-15 минут. Егер осы әдістердің бәріне басылмай жатса, онда дәрілік әдіс, ол анальгин, баральгин, ношпа деген дәрілерді ішіп алуға болады. Әрине бірінші дәрігермен кеңесіңіз. Рахмет көп қарағандарыңызға. Ем болсын, сау болыңыз. Келесі видео салмақ тастау жөнінде болады. Айтпақшы достар, каналыма тіркеліп алыңыздар. Қызықты видеолар шығады алдағы уақытта. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.